Ассаламу алейкум қадірменді көрермен. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Елестетіп көріңіз. Бір күнде әлемдегі ең ірі соғыстардың бірі басталды делік. Қарсылас мемлекет ең алдымен Американың ядролық күшін толық жойғысы келеді. Мыңдаған зымыран әскери базаларға қарай ұшты. Әуежайлар, командалық орталықтар, әскери қоймалар бірінен соң бірі шабуылға ұшырап жатыр. Сырт көзге қарағанда, мұндай соққыдан кейін кез келген елдің қорғаныс жүйесі күйреуі керек сияқты. Бірақ Америка ондаған жыл бұрын дәл осындай сценарийді алдын ала ойластырған. Сондықтан оның ядролық күші бір ғана жерде шоғырланбаған. Ол 3 бөлек бағытқа бөлінген. Біріншісі, жер астындағы алып шахталарда сақталатын құрлықаралық баллистикалық зымырандар. Екіншісі, мұхиттардың кереңінде ешкімге байқалмай жүретін ядролық суасты қайықтары. Ал үшіншісі, әлемнің кез келген нүктесіне мыңдаған шақырым ұша алатын стратегиялық бомбалаушы ұшақтар. Осы үш күш бірігіп, ядролық триада деп аталады. Бұл жай ғана қару жиынтығы емес. Бұл ондаған жыл бойы жетілдірілген әскери стратегия. Оның басты мақсаты соғысты бастау емес. Керісінше, қарсыласқа кез келген шабуылдың ауыр салдары болатынын көрсету арқылы соғыстың алдын алу. Бірақ бұл алып жүйе нақты қалай жұмыс істейді? Неліктен Америка дәл осы 3 түрлі ядролық күшке сүйенеді? Және бұл жүйе бүгінгі күніде әлемдегі ең қуатты әскери тежеу құралы болып қала ма? Бүгін осының барлығын бірге талдап шығамыз. Ядролық триаданың мағынасын түсіну үшін алдымен қарапайым бір мысалды елестетейік. Сіз аса маңызды бір нәрсені қорғауыңыз керек делік. Оны бір ғана жерде сақтар ма едіңіз? Әрине жоқ. Өйткені сол жалғыз орын жойылса, қолыңыздағының бәрінен бір сәтте айырылып қаласыз. Ядролық тежеу жүйесінде де дәл осындай қағида қолданылады. Егер Америка тек жер астындағы зымырандарға ғана сенсе, қарсылас олардың орналасқан жерлерін анықтап, алғашқы соққы кезінде шахталарды жоюға тырысуы мүмкін. Ал егер барлық күш стратегиялық бомбалаушыларға жүктелсе, олар әуеге көтеріліп үлгермей тұрып, әскери әуежайлар шабуылға ұшырауы ықтимал. Кек суасты қайықтарына сүйену де толық қауіпсіз шешім емес. Себебі су астын бақылау технологиялары жылдан жылға дамып келеді. Сондықтан Америка өзінің ядролық күшін бір жерге жинаған жоқ. Оны бір-бірінен тәуелсіз 3 бөлікке бөлді. Бірінші бөлік. Арнайы қорғалған жер асты шахталарындағы құрлықаралық баллистикалық зымырандар. Екінші бөлік. Мұхиттардың тереңінде жасырын патруль жасайтын баллистикалық зымырандары бар ядролық суасты қайықтары. Үшінші бөлік. Алыс қашықтыққа ұшатын стратегиялық бомбалаушылар. Әр жүйенің өз артықшылығы бар. Сонымен қатар, әрқайсысының әлсіз тұстары да кездеседі. Бірақ осы 3 күш біріккен кезде бүкіл ядролық жүйені бір ғана шабуылмен толық істен шығару өте қиын болады. Ядролық триаданың негізгі мәні дәл осында. Қарсылас қаншалықты үлкен соққы жасамасын, Американың жауап беру мүмкіндігі толық жойылмайтынына көз жеткізу. Осы қағида ондаған жыл бойы Американың стратегиялық қорғаныс саясатының негізі болып келеді. Ядролық триаданың бірінші бөлігі құрлықаралық баллистикалық зымырандар. Америка аумағының әртүрлі аймақтарында жердің тереңіне салынған жүздеген арнайы шахта бар. Олардың ішінде Minuteman 3 құрлықаралық баллистикалық зымырандары тәулік бойы ұшыруға дайын күйде тұрады. Сырт көзге бұл шахталар қарапайым бетон қақпақ сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ олардың астында әлемдегі ең жойқын қарулардың бірі орналасқан. Ұшыру туралы заңды бұйрық берілген жағдайда бірнеше минуттың ішінде шахтаның ауыр қақпағы ашылып, зымыран аспанға көтеріледі. Бірнеше минуттан кейін ол ғарыш кеңістігіне шығып, кейін қайтадан атмосфераға еніп, мыңдаған шақырым қашықтықтағы нысанаға қарай бағыт алады. Мұндай жүйенің басты артықшылығы үнемі дайын тұруы. Бірақ оның әлсіз тұсы да бар. Бұл шахталардың орналасқан орындары құпия емес. Сондықтан кез келген ықтимал қарсылас оларды бірінші болып нысанаға алуға тырысуы мүмкін. Дәл осы себепті Америка өз қауіпсіздігін кек жердегі зымырандарға ғана сеніп тапсырмайды. Өйткені ядролық триаданың мақсаты бір жүйеге шабуыл жасалса да, қалған 2 жүйенің жауап беру қабілетін сақтау. Ал енді триаданың ең құпия әрі ең өміршең бөлігіне көшейік. Ол
мұхиттардың мыңдаған метр тереңдігінде ешкімге байқалмай жүзе алатын ядролық суасты қайықтар. Егер жердегі зымырандар ядролық триаданың алғашқы қорғаныс желісі болса, онда суасты қайықтары оның ең сенімді бөлігі саналады. Себебі олар бір орында тұрмайды. Олар алып мұхиттардың тереңінде үздіксіз қозғалыста болады. Америка дәл осы мақсат үшін Ohio класындағы баллистикалық зымыран тасымалдайтын ядролық суасты қайықтарын пайдаланады. Бұл кемелердің негізгі міндеті өте қарапайым. Ешкімге байқалмау. Айлар бойы мұхит түбінде патруль жасап, кез келген сәтте бұйрықты орындауға дайын болу. Әрбір осындай суасты қайығы ондаған Trident 2D 5 құрлықаралық баллистикалық зымыранын алып жүреді. Бұл зымырандардың ұшу қашықтығы мыңдаған шақырымға жетеді. Бірақ олардың ең үлкен артықшылығы зымыранның өзі емес. Ең үлкен артықшылық қайықтың нақты қай жерде жүргенін ешкімнің білмеуі. Мұхит орасан үлкен кеңістік. Сол себепті қарсылас барлық суасты қайықтарын бір мезетте тауып, жоюы өте қиын. Тіпті жердегі әскери базалар шабуылға ұшырап, зымыран шахталары істен шыққан күннің өзінде мұхит түбіндегі суасты қайықтары жауап беру мүмкіндігін сақтап қалуы ықтимал. Сондықтан көптеген әскери сарапшылар ядролық триаданың дәл осы теңіздегі бөлігі ең өміршең элемент деп есептейді. Өйткені көзге көрінбейтін күш көбіне ең қауіпті күш болады. Ал енді ядролық триаданың үшінші бөлігіне көшейік. Ол қажет болған жағдайда әлемнің кез келген аймағына ұша алатын стратегиялық бомбалаушы ұшақтар. Егер ядролық триаданың алғашқы екі бөлігі жер мен мұхитта орналасса, үшінші бөлігі аспанда әрекет етеді. Бұл Американың стратегиялық бомбалаушы ұшақтары. Көп адам құрлықаралық зымырандар бар кезде мұндай алып ұшақтардың қажеті қанша деп ойлауы мүмкін. Бірақ дәл осы жерде олардың ең үлкен артықшылығы байқалады. Құрлықаралық баллистикалық зымыран ұшырылғаннан кейін оны тоқтату мүмкін емес. Ал стратегиялық бомбалаушы ұшаққа келсек, жағдай мүлде басқа. Ол әуеге көтеріліп, мыңдаған шақырым ұша алады. Ұшу барысында жаңа бұйрық қабылдай алады. Қажет болса бағытын өзгерте алады. Тіпті тапсырма тоқтатылса, қайтадан базасына орала алады. Бұл мемлекет басшылығына шешім қабылдау үшін қосымша уақыт береді. Бүгінде Американың стратегиялық бомбалаушы күшінің негізін 3 ұшақ құрайды. B-52 Stratofortress. Ондаған жыл бойы жаңартылып келе жатқан ұзақ қашықтықтағы ауыр бомбалаушы. B-1 B Lancer. Жоғары жылдамдықпен алыс қашықтыққа ұшып, кәдімгі қарумен дәл соққы жасауға арналған ұшақ. Ал B-2 Spirit радарға байқалуы өте қиын стелс технологиясымен жасалған стратегиялық бомбалаушы. Осы 3 ұшақтың мүмкіндіктері бір-бірін толықтырады. Сондықтан стратегиялық бомбалаушылар жай ғана шабуыл құралы емес. Олар қарсыласқа Американың кез келген жағдайда жауап беру мүмкіндігі сақталатынын көрсететін маңызды тежеу күшінің бір бөлігі. Бірақ енді ең маңызды сұрақ туындайды. Неліктен Америкаға осы 3 жүйенің бәрі бірдей қажет? Неге біреуінің өзі жеткіліксіз? Келесі бөлімде дәл осы сұраққа жауап береміз. Осы уақытқа дейін біз ядролық триаданың 3 бөлігін жеке-жеке қарастырдық. Жер астындағы құрлықаралық зымырандар, мұхит түбіндегі ядролық суасты қайықтары, аспандағы стратегиялық бомбалаушы ұшақтары. Бірақ ең маңызды сұрақ әлі жауапсыз қалды. Неліктен Америка осы 3 жүйені қатар ұстап отыр? Неге олардың біреуін ғана қалдырмайды? Оның жауабы қарапайым. Өйткені ешбір әскери жүйе мінсіз емес. Жердегі зымыран шахталарының орналасқан жері белгілі. Суасты қайықтары жасырын жүруге тәуелді. Ал стратегиялық бомбалаушыларға нысанаға жету үшін уақыт қажет. Демек, әр жүйенің өз артықшылығы болғанымен, өз әлсіз тұсы да бар. Бірақ осы 3 күш бір уақытта жұмыс істегенде, олардың әлсіз жақтары бір-бірін толықтырады. Егер қарсылас жердегі шахталарды жойса, мұхиттағы суасты қайықтары жауап бере алады. Егер қандай да бір себеппен суасты қайықтарының мүмкіндігі шектелсе, стратегиялық бомбалаушылар іске қосылады. Ал қажет болса, жердегі құрлықаралық зымырандар бірнеше минуттың ішінде ұшырылады. Сондықтан ядролық триада 3 бөлек қару емес. Бұл бір мақсатқа жұмыс істейтін, өзара байланысқан стратегиялық жүйе. Оның негізгі мақсаты
соғыс жүргізу емес. Керісінше, қарсыласқа қандай жағдай болса да, жауап соққысы болатынын көрсету арқылы соғыстың алдын алу. Міне сондықтан ядролық триада ондаған жыл бойы Американың ұлттық қауіпсіздік стратегиясының негізі болып келеді. Бірақ уақыт өзгеріп жатыр. Жаңа технологиялар пайда болды. Ендеше, Американың ядролық триадасы болашақта қалай өзгереді? Келесі және соңғы бөлімде осы туралы айтамыз. Қырғиқабақ соғыс аяқталғанына ондаған жыл өтті. Бірақ ядролық триада әлі күнге дейін Американың қорғаныс стратегиясының негізі болып қала береді. Иә, уақыт өткен сайын зымырандар, суасты қайықтары және ұшақтар жаңарып келеді. Алайда олардың басты мақсаты өзгерген жоқ. Ол, қарсыласқа кез келген жағдайда жауап берілетінін көрсету. Көптеген сарапшылардың пікірінше, дәл осы өзара тежеу қағидасы ірі державалар арасындағы тікелей ядролық соғыстың болмауына әсер еткен факторлардың бірі. Бірақ болашақта бұл тепе-теңдік сақтала ма? Әлде жаңа технологиялар әлемдік қауіпсіздік жүйесін түбегейлі өзгерте ме? Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді төменге жазыңыз. Егер осындай әскери технологиялар мен геосаясат тақырыбындағы видеолар ұнаса, біліп жүр арнасына жазылып, видеоны лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.